Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 2 ингредиенттен тұратын муравейниктің рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ, өте дәмді. Дайындап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сетадан өткізілген ұнымызға жұмсақ маямызды салып, осылай қолмен жақсылап тесто дайындап аламыз. Дайын болған тестомызды жарты сағатқа морозильникке салафанға салып қоямыз. Противнімізға пергамент қағазын төсеп, морозильниктен алған тестомызды үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Дайын болған муравейнигімізді ыдысқа осылай салып, қолмен үгітіп аламыз да сгущен құмызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін тарелкеге салып, әдемілік үшін мен мак сеуіп қойдым. Немесе шоколадты ертіп, әдемілеуге де болады, сәндеуге де. Астарыңыз дәмді болсын, осы рецептпен дайындап көріңіздер.